ғайыбына қамқоршы ғариб ата құлға адал перзенші бермес атаның сөзін шығынға ең болмаса ескерер айы менен жылында аталық кеңес уағзаны сөйлеген неше бұрында сол жәһәтті сөз жаздым Рүстембек шайқы шырынға сіздерге бұл сөз насихат есен жүрсең ер жетіп орынсыз іске ұрынба барша тәннің сұлтаны көңіліңді үйретпе шындықтан бөтен қырынға сал қолыңда сазбенен сахауат атты ырымға үйір қылмай құлақты қапалат деген тығынға қасарма қалша атанбай олғыл көптің ағында басыңды берсең бұясар уағдасы мығымға еңбек қылсаң ерге қыл бал төкпе шіркей шыбынға мағрыр болмай жастыққа бәрлі сөзден пайда қыл боларсың кеңес нұбында жорға мініп жостырып шалқақтайтын шақ емес тақтырып үкі тұлымға ер белгісі құнында жер белгісі бұлында шын сестер ат қояр желіде тұрған құлынға ұрмақты есіп алғаны темірдің қызу жұбында өлшем заман низамын тәрбиелі талапқа ұмтыла басып қимылда қос шамшырақ көздерді сұңқарша қарат қырымға дағдалдырмай тіліңді келеңсіз кеңес шыбырға азаматтар мен әмірі бол көп жегілген жығылға жәһілдің жаққан отына отырып жақын жылынба төрт түрлі шауқар асыл бар адамзаттың құлында төрт дұшпан бар оларға от пен су мысал қорымда әдепкі жауһар ақылдыр ашу шайтан әскер тұрар оны ұғырла ақылды шайтан ұрласа мінерсің түрлі тұғырға екінші жауһар ұяттыр таңба қылмай таза жүр жыртып ұят пердесін абыройдан салынба үшінші жауһар иманың өмір серік мейманың тұрғанда дұшпаны сынында жалған айтпа жалтарып олғыл тасдиқ нұрында төртінші жауһар қанағат ақмалыңды алдырма сұқаншы ғайбат шұғылға аяғыңда аяңдап бас ойылма ұят жылымға сақаттықпен сәлем хат жолда қушадыр омар қызылдың қия құмындың